Наурыздан бастап елімізде бірқатар өзгерістер болмақ. Көктемнің алғашқы айында болатын жаңалықтарды шолып шықтық. Өрт сөндірушілердің жалақысы өседі. Өрт сөндірушілер алдағы наурыздан бастап жалақыны жаңа жүйемен алады. Жалақының өсуі жұмысшының санатына байланысты. Жалақыға қатысты қаулыны таяудағы республикалық бюджет комиссиясының қарауына ұсынамыз. Өрт сөндірушілер қаңтар-ақпанның айлығын бұрынғы есеппен алады. Ал наурыздың ортасында республикалық бюджеттер ақша түскен соң қайта есептеуге тиіс. Таяуда өткен министрліктің алқа отырысында департаменттер және өрт сөндіру қызметінің басшыларына жалақы өсіміне қатысты мән-жай тағы бір түсіндірілді. Бұған дейін ең төменгі жалақы шамамен 110 мың теңге болса, енді олардың айлығы 180 мың теңгеге артады. Министр орынбасарлары мен комитет басшыларының жалақысы өспейді. Өрт сөндіру қызметтері мен департаменттердің басшылық құрамының жалақысы 20%-ға дейін көтеріледі. Одан артық болмайды. Басты назар төменгі жалақы алатын буынға беріледі, деді министр.